Сілерге айтайын ба дейді, пайғамбарымыз айтады. Сілерге хабар берейін бе? Амалыңардың ең жақшысы, жана ең бір таза, даражасы өйді болған бір амалды айтайын ба дейді. Пайғамбарымыз өзінің сахабаларына қайлып айтып жатады. Жана ушул Алла жолда алтынды, күмүштү садақа қылғандан дагы жақшырақ бір амалды айтайын ба дейді. Алла жолда алтын, күмүштү садақа қылғандан дагы жақшырақ. Бүткүл амалыңардан жақшырақ бір амалды айтайын ба дейді пайғамбарымыз. Сахабалар ошондо жооп беришти, ооба. Эй Алланын элчиси, алтын, күмүштү садақа қылғандан дагы жақшырақ. Алла жолда жихад кылып, капыр мушриктер менен согушкандан дагы жақшырақ. Бүткүл амалдан жақшырақ болгон амалды айтыңызчы дейт. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир сөзү менен айтат, зикруллахи таала дейт. Алла тааланы зикир кылуу дейт. Алла тааланы эстөө дейт. Проблеманын башкы башаты ушунда турат экен, туугандар. Эмне үчүн ошончо намаз окуймун? Ошончо намаз окуймун, ошончо орозо кармаймын, бирок дагы да болсо күнөөдөн арылбай жатамын деген биздин ичибизде ушундай проблема жатат, туурабы? Гыйбатты таштай албай койдум, калп сүйлөгөн таштай албай жатам, ваада берем, ваадама турбаймын, бирөөдү жек көрөмүн, бирөөдү кечире албаймын. Ушундай бир чоң кыйынчылыктар менен жашап келебиз. Бирок намаз окуйбуз, орозону да кармап жатабыз. Кылып аткан амалдардан рахат таппай жатабыз. Ушун баары эмнеде десек, пайгамбарыбыз айтат, Алланы эстөөдө дейт. Алланы эстебей жатасыңар, ошон үчүн ушундай проблема болуп жатат дейт.